Сәлем достар, бүгін сіздермен хит болып жатқан эскимоларды жасайтын боламыз. Эскимо жасаудың түрлі рецепттері бар. Бүгін сіздермен шоколадты пломбир секілді болып шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Қыздар, одан да бөлек менің каналымда көптеген хит рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа салқын кілегейімізді құйып, 2 минуттай жақсылап миксерлеп аламыз. Егер де сіздердің кілегейлеріңіз салқын емес, яғни бөлме температурасында тұрған кілегей болса, ол ұлғаймайды, яғни формасын жақсы ұстамайды, сұйық болып ағып кете беретін болады. Сол себепті міндетті түрде тоңазытқышқа қойып, одан кейін барып пайдаланыңыздар. Кілегейдің майлылығы 33-35% болу керек міндетті түрде. Міне миксерлеп алдық, осындай болып формасын жақсы ұстайтын болып шығады. Енді оның үстінен сгущенкамызды құйып аламыз. Сгущенканың ең жақсы түрін пайдаланыңыздар. Сол кезде мороженойымыз өте дәмді болып шығады. Оны да жақсылап миксерлейміз бір келкі болғанға дейін. Міне қыздар, шамамен мен 5 минуттай миксерледім. Осындай формасын жақсы ұстайтын крем секілді болып шықты. Формасын дайындаймыз. Міне осындай эскимоға арналған силиконовый формалар болады. Менде 2 түрлісі бар. Бірі үлкен, бірі кішілеу. Формаға мороженойларымызды салып, бетін тегістеп шығамыз. Егер де сіздерде бұндай форма болмаса, кез келген үйіңіздегі ыдысты пайдалансаңыздар да болады. Енді осындай ағаш таяқшаларды осы силиконовый формаға осылай қойып шығамыз мороженойлардың таяғын. Міне барлық таяқшаларды қойып алдық. Енді бұл мороженойымызды біз 5-6 сағатқа мұздатқышқа қоямыз, немесе бір түнге қалдырсақ та болады. Сол кезде формасын жақсы ұстайтын болып қатып шығады. Эскимоларымыз дайын болды. Мен шамамен 5 сағаттай мұздатқышта ұстадым. Осылай болып жақсы болып қатып шықты. Енді олардың барлығын формасынан босатып аламыз. Не осылай. Енді бұны тағы да мұздатқышқа қоя тұрамыз, себебі өте жылдам еріп кетуі мүмкін. Оған дейін біз глазурын дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколад керек болады. Мен молочный түрін пайдаланамын. Үстінен сұйық майды құйып, су моншасында немесе микроволновкада араластыра отырып, толықтай ерітіп алыңыздар. Шоколадымыз еріді. Енді бөлме температурасына дейін суытамыз. Одан кейін майдаланған жер жаңғақты қосамын, жақсылап араластырамын. Сол кезде біздің глазурымыз дәл сникер секілді болып, өте дәмді болып шығады. Бізге стакан керек болады. Соның ішіне глазурларымызды құямыз. Қазір біз бұған эскимоны батырып алатын боламыз. Тарелканың немесе тақтайдың үстінен пергамент қағазын төсеп дайындап аламыз. Мұздатқыштан эскимоларды алып, бір-бірден осылай бірнеше рет глазурға батырып аламыз. Қыздар, ең маңыздысы біздің шоколадымыз міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Егер де шоколад ыстық болатын болса, біздің мороженойларымыз еріп кетуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде оны салқындатыңыздар. Барлығын батырып алдық. Енді мұздатқышқа қайтадан 10 минутқа қойып аламыз. Сол кезде бетіндегі глазурлары қатады, және де біздің эскимомыз дайын болады. Міне достар, біздің эскимоларымыз дайын болды. Тура дүкендегі балмұздақ секілді болып шыққан, бірақ дәмі одан да дәмді, әрі одан да жақсырақ болып шығады. Бүкіл отбасыңызға жететіндей тойымды әрі берекелі болып шығады. Сол себепті сіздер де жасап көріңіздер. Егер де жасаған болсаңыздар, комментарияда бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны балмұздақ жегісі кеп жүрген достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.